Армысыз көрермен, сіздермен Лаура Базарбай және бұл Ашық Майын подкасты. Бұл Ақтөбе газетінің YouTube платформасындағы жобасы. Бүгін сіздермен жас блогерді таныстырғым келіп тұр. Енді YouTube платформасына таныстырғым келіп тұр, өйткені Инстаграмда бұл жігіт белгілі деп ойлаймын, және көптеген видеолары сіздің алдыңыздан бұрын соңды шыққаны болуы мүмкін. Таныс болыңыздар. Абай Азбергенов, Инстада Абай Абзер деген, Азбер деген никнейммен танымал. Қош келдіңіз. Көңілге қалай? Негізі Абайдың жаңа өзі подкаст басталмай тұрып айтқан болатын, шамалы ұяң, сабырлы және көп сөзге жоқ жігіт екенін байқап қалдық. Бірақ енді бүгін барынша Абайды танытуға тырысамыз. Өйткені маған неге Абайды шақырып отырмын? Сіздің көтеріп жүрген тақырыптарыңыз маған өте қатты ұнайды. Және менің білуімше, сіз комментарийға кіріп оқыған кезде сізге көп деген хаттар, мынандай хейтері жоқ, жалғыз блогер деген хаттар көп жазылады екен. Рас па? Шынымен хейтеріңіз жоқ па? Бар. Бар ма? Мама. Изделерім деп ше. Неге не дейді олар? Ой, бастаған кезде болды олар. Сынап үшін деп. Болмайтын нәрсе тұрып деп па? Потом, когда үйге не әкелесің, ақша әкелесің, сол уже. Блогтан монетизация қостыңыз ба? Монетизация дегенде ол не ғой? Жаңа рекламадан келгендер. Енді сол блогты монетизациялау ғой, әйтеуір блог арқылы ақша келіп жатыр, реклама арқылы деген сияқты. Енді түпкі мағынасы сол емес пе блогтың? Иә. Именно реклама, бірақ тек қана бір доходта, өз TikTok, Instagram төлемегесін. Сол үшін ойлаймын. Өте ұзақ старт болғаны. Қанша уақыттан болды осы блогпен айналысып жүргеніңізге және бір нәтижесін көре бастағаныңызға? 2019-да қолға алдым, 2020-да түсіре бастадым, 5 жылдай болды. 5 жыл. Қазір сізде 80-ге жоқ, 80 мыңға жоқ. Подписчик па? Оқырман саны. 66 мың, 500 ба сондай. Демек жақында 80 мың болады. Бекерден бекер аузыма салмаған шығар. Құдай қаласа. Негізгі алдымен сіздің мамандығыңыз туралы білейік, өйткені сіз қазір Польшада білім алып жатырсыз. Бірақ дәл қазір Ақтөбедесіз. Неліктен? Қалай? Кімге? Виза ғой. Жас сайын келуге тырысам. Өйткені қатты семейден жігіттім. Карьераны таңдамаған. Егер карьера немесе семья десе, отбасын таңдар едім. Өйткені білмеймін, жантығыныштық сол жақта. Жантығыныштығым. Білмеймін, бірақ Польшаға түсіп карьераның артынан жүгірдім. Ақтөбеге түсуге болады, Жұбановқа, бірақ мамам ұрысты оған. Жұбанов снестік. Неге? Білмеймін. Демек сіздің анаңыз қалай шетелде білім алғаныңызды, Жоқ, олар барлығы қарсы болды. Мамам қарсы болды, әкем де қарсы болды. Астана немесе Алматы деді. Сосын қатты ұрысқанымыз, папа айтты бір кезде. Ауылға барып мал бағасың, или Астанада оқисың. Мен ауылға барып мал бағам дедім. Сөйтіп, бір апта бойы дайындалдым мен ауылға мал бағуға. Мәссаған. Іштей бүйтіп. Сол жақта Астанаға түскіңіз келген жоқ па сонда? Астанаға былай ғой, мен 17 жыл бойы, 11 класс бойы, мен ешқандай қалаға барып көрмедім. Түркістаннан басқа неге апарған? Мектеп апарды. Одан басқа ешқандай қалаға барып көрмедім мен. Сосын бірден үст жаққа кеткім келді. Андай ғой, көздесең алысқа көзде дейді ғой. Жақындағы бірдеңесіне тиесің деген сияқты. Сөйтіп алысқа көздедім. Бірақ сол алысқа тидім де. Бірақ негізі ақшқа түскім келді. Америкаға, Лос-Анджелес, Калифорния деген вайппен жүргім келген жігіттім, бірақ Құдай Европаға жіберді. Бірақ күштірек негізі Америкадан қарағанда. Европа. Және сіз ағылшын тілін еркінмен келгенсіз оған дейін, Оған дейін, 10 жыл бойы оқыдым. 2-ші класстан бері. Қазіргі деңгейіңіз демек С2-ге жобаласты? С1-ге. Б2-нің ортасында жүрмін, өйткені оқуды, мен Б1 кезінде оқуды тастап кеткенмін ағылшын оқуын. Университет бізге экзамен тапсырған, тапсырыңдар деген сияқты. Б1 алдым мен. Сосын 10 жыл бойы оқып, тастап кеткен мен негізі ағылшынды. Сөйлесе бастадым, еркін сөйлесуге кетіп қалдым. Оқуды ұмытып кеткен ғой, өзімен өзі келер деп. Қазір солай әлі жүрмін. Бірақ еркін сөйлесем, кез келгенмен.
ойымды жеткізе аламын. Сабағымыз ағылшынша өтеді біздің. Сол кәдімгі проектіміз бәріміз ағылшынша. Қазір сіз 3-ші курсты архитектураны оқып жатырсыз. Бітіріп жатырмын. 3-тік бітіріп 4-ке көшіп жатырмын. Қашан басталады 4-ші курстың оқуы? 1 октябрьде негізі басталу керек әрбір оқу. Бірақ осы жарты жылдықта именно 7-ші семестр дейді, практикаға беріледі. Жарты жыл бойы бос уақыт тек қана практикаға арнайды. Практиканы қай жақта өтетін ойыңыз бар? Негізі Қазақстан деп ойлағым. Бәріміз Қазақстан дедік, бәрі жаңағы өзімнің қара нәсілді дейтін не болмай ма? Расизм сөз емес. Қара нәсіл, мен қара нәсілді дейтін едім. Енді қара нәсілді құрасыз. Сол қара нәсілдер түсінбейді ғой деп қара нәсілді деп айта беретін едім қасындағылар. Егер жақсы сөз болса онда. Сол қара нәсілді адамдармен олар да айтты, біз де кетеміз деп. Өзінің жаңағы Зимбабве, Уганда, Руганда өз елдеріне. Түріктер де болды. Өздерінің Стамбулына кетіп, мен сояқта өтем дейтін. Сосын осы 2 жылдықта деканат бізге жаңалық берді, тек қана Польшада өтесіңдер деген. Өйткені көбісі оны читерить дейді, по-свойски өтіп алады. Ол жақта да бар ма ондай? Ол жақта да бар. Өзіміз ғой дейтін. Өзіміз ғой дейтін кез келген елде бар ғой. Бірақ Европада ондай жоқ екен. Именно Европада, Америкада бар ма жоқ па білмеймін, бірақ Европада ол қатты қадағаланады. Бірақ егер сен оқыған болсаң, дұрыс оқыған жігіт, онда сені тумаң ретінде рекомендация беру мүмкін. Сен түсесің. Біздің мысалға ағайлар әрбір компанияға мына жігіт жақсы оқиды, мына қыз бізде отличница, мына қыздың несі есепке жақсы қыз деп бүйтіп не істеуі мүмкін, жіберу мүмкін. Бірақ егер енді ақымақ болса, не істемесе, енді ол адамға не то что жұмысқа өздері жақындамайды көбінесе. Егер выгода көрмесе ол несін адамды білмеймін, олар особо араласпайды екен. Енді сонымен сіз сол Польшада өтіп келетін болдыңыз практикаңыз? Иә, Польшада өту керек әрбір адамға. Одан кейін ары қарайғы жоспарыңыз қандай? Блогты дамыту, жеке шығармашылықты, жоқ әлде мамандық бойынша жұмыс істеу? Негізі қайсы жақын сізге? Бірінші үйлену вообще. Негізі үйлену өте қатты миыма қонып жүр. Мен негізгі сізге шақырған себебім де осы еді. Сіздің көп видеоларыңыз отбасылық және олардың барлығы бір сондай жылы. Қандай отбасында өстіңіз, өзіңіздің отбасыңыз туралы айтыңызшы. Меніңше бұл сіздің арманыңыз емес, жай ғана отбасыңыздан көрген үлгі сияқты. Әлде керісінше ма? Екеуі де бар, бірақ армандаған түсірген видео бейнелерінің арасында шын өмірге айналған кездер болды. Әкем, анам екеуі 70-ші жылғылар, екеуі де жас 70-дің орталары. И екеуі де өте жақсы өсіп, енді әкем неше бір 8 жасыма дейін жұдырығымен істеді, қатты характерін ұстады, воспитанность көрсетті. Соған қатты рахмет айтамын, өйткені инстаграмдағы жастарды көрсем, шамалы киінгендері ыңғайсыз, сөйлегендері ыңғайсыз, өз әкесін боқтайды, үлкендерді боқтайды, андай неприятно, конечно. Бесконечно айтайын, благодарен папаға. Ну, редко еще ұрған жоқ, негізі 1-2 рет болды. Ол есімде алып қойды, бірақ ол кәдімгі сабақ болды да, қатты косяк жасаған, сол үшін істеді. Ал қазір косяк істесем де өзің не істесең, дұрыстасаң, бұндай емес деген сияқты. Үлкенсің, мен саған ұрса алмаймын деген сияқты заттар айтады. Анам не істеген, айтсам болады, ол ерекше жан болды, мама дейтін. Әрбір баланың несі ғой ол. Әрбір кішкентай баланың ең бірінші махаббаты. Мама во всем поддерживала. Барлық неде. Қатты қолдау көрсетеді. Барлық бастамада, ойларыңызда, иә? Сол 2-ші класста мен ағылшынша беріп жүрді ғой. Мен ең кішкентай болдым. Негізі 5-6 класста беру керек кіттай болғанда. Өйткені оның миы не істейді, уже не дейді, жаңа адаптироваться дейді, сондай болады ода. Бірақ мені мама 2-ші класста ағылшын беріп, мен жылап оған, оқығым келмейді, апайлар қатал. Сол Салтанат дейтін апай болатын. Өте әдемі апай, жас апай. Бірақ қатты қатал еді, андай түрімен характері вообще сәйкеспейді да, андай түрі күшті да, бірақ характер дейтін ұзын.
бір үй жұмысын істемесең қатты ұрсатын. Сөйтіп екінші класста уже қатты дұрыс меңгердім. Прогресс қатты болды менде. Содан кейін барып одан шығып басқа ағылшын орталығына барғам. Бүкіл Ақтөбе біледі. Ол жақта уже программа оңайырақ болды. Маған да оңай болды оқу. И сол оңай болғандықтан мынандай қатты оңай болған кезде не істеп кетеді ғой адам. Шамалы. Жайылып кетеді. Жайылып кетеді. Мен сондай болып кеттім. Мен қатты жайылып кетеді екен, бірдеңеден жақсы болсам ше, соған жынып кеттім мен. Сол кезде оны ұттым. Жақсы жағынан ол немді ұттым, жайылмаймға. Бірдеңе дұрыс болса, Марғұлан Сейсенбайдың «Усиливай сильное» дейтін несіне қатты қарап сөйтіп. Сол ағылшын тілін екінші класстан бері оқып, мама шахматқа берді, таеквондо, футбол, бүкіліне берді да. Соның арқасында бой ұзын, денсаулық жақсы. Сосын любой капризін не істейтін. Мынандай алып берші десең, алып береді. Мынандай алып берші, алып береді. Өйткені үлкен апам бар. 93-ші жылғы күйеуге шыққан. Ол ондайды көрмеген. Мен үйдің кенжесі болғасын, бүкіл рахат менде болды. Жалпы неше ағайындысыздар? 2 ағайындысыз. Екеуіңіз апаңызбен. Апама 5 теңге жарайтын. Бір сағызы. 5 теңгелік сағыздар болатын ол кезде. Ол 2000-2005 жылғылар ғой. Содан кейін барып мен келген кезде уже шамалы внимание маған кетті. Мен мороженое сұраймын, йогурт сұраймын. Көбісі біздің холодильникті ашқан кезде қатты не істейтін. Қалай айтсам болады. Қызығатын ба? Иә, холодильнигіме қонақтар қызығады. Шүкір, екеуінен де бірдей не көрдім. Бірақ мама или папа десе маманы таңдаймын. 3 рет маманы, потом папа. Сондай не бар емес па, дінде де бір сөз. 3 рет анаңды, содан кейін барып әкеңді айтасың деп. Сол өте қатты не істейтін. Өйткені қазірдің өзінде бұған дейін мамамен көп сырласатын. Содан кейін сол мамамен сырласып жүріп, жаңағы контентім бар ғой, әке туралы, мен соны армандап түсіргем негізі. Әкемен де осылай сөйлессем екен. Өйткені мен папам өте не болған, қайтсам болады, еркелететін, күшті не ғой? Жобамен мен түсініп отырмын. Сезім туралы сөйлесе алмайсыздар. Иә, сезім туралы сөйлесе алмаймын. Әкеңге мен сені жақсы көремін деп айттым, мен үшін әлі айтқан жоқпын. Бізде әлі күнге дейін ол мәселе бар сияқты. Сол әлі біз күнге дейін. 90 жылғы балалардың ғана проблемасы деп ойлайтын едім, бірақ әлі күнге дейін де солай сияқты. 2010-ға дейін шығар мүмкін. Одан кейінгілер кәдімгі свободно айтады. Мен көзімше кәдімгі пап, сені жақсы көремін. Рахмет сникерске деп сондай ғой айтады. Папасы күледі. Енді бір күні мен айтамын деп қатты настрой алып, қасына келіп, енді тапа-тал түссе айта салып аяқ астынан білмеймін қайсы шығар, бір разговорды бүйтіп бұрайын, үйтіп бұрайын десем келмейді. Айта алмай отырмын. Сөйтіп әлі күнге дейін әлі айта алмай жүрмін бетіне соны. Соны видеолар арқылы жеткізесіз? Соны видеолар арқылы баба мен сені жақсы көремін. Сөйтіп қазір енді үй салып жатқан соң стройкаға көп алып кетеді. Абай көмек керек деген сияқты. Сөйтіп алып кетеді. Уже сезім туралы видеодағыдай тиктокта қалай түсірдім. Дәл сол шын өмірде қазір стройкаде үсті басымыз кір-кір лай-лай болып ағаштың үстінде жүріп сезім туралы сөйлесу басталды. Әкеме үйленейін деп едім, өзінің ішкі дүниесін айтады. Машина алайын дейді да. Сөйтіп үйге барып мен загонға кіремін, жылайын соған. Неге мен алып бере алмайын деп. Бұйырса ол да олар. Өйткені әрбір жігіттің өз әкесіне тұлпар алып беру ғой, арман. Соны армандап жүріп, екеуінен бірдей не көргем, тәрбие көргем. Екеуінде қатты жақсы көремін ата-анамды. Ең алғашқы видеоңызды әкеңіз қалай қабылдады? Олар менің негізі шынды керек, әкем мен мамам әлі білмейді дұрыс не түсіретінімді. Дұрыс білмейді. Мен бір рет көрсеткем. Жақсы видео деп болды все. Түсіріп жүрген кезде әкем әлі дұрыс білмейді. Не түсіріп жүрмін, не туралы түсіріп жүрмін.
еще үйде военный формалар жатыр, полицейскийдің формасы жатыр, пожарныйдікі жатыр, реквизиттер ғой. Өзім түсірген кезде сатып аламын да, ешкімнен сұрамаймын. Папа айтады, мынау кімдікі ұрсын деп. Сөйтіп айтады, мен видеоға алдым, дейді, болды. Сұрамайды, не туралы видео, жоқ, не үшін алдың, көрсетші бізге дейтін. Папа әлі сұрамапты. Ол сізді ренжітпей ма? Ренжітпейді, никогда, ешқашан. Жоқ, сол сұрамағаны үшін қызықпайды деген сияқты менің. Ол уақытша ғой. Ол дейтін өте еңбекқор адам. Ол андай, қалай айтсам болады, пустой әңгімені қатты жақсы көрмейді. Өйткені ол үшін былай ғой, үйде отырып, диванда отырып, 100 000 теңге тапқан бала, сосын кәдімгі реально жұмыс істеп жүрген, жұмысқа таң атпай 9-да шығып, кешке 5-те келіп 10 000 теңге үйге әкелсе, жаңағы 10 000 теңге әкелген баланы көбірек не көреді. Күштің жұмысын жасаған бала. Бірақ жаңағы 100 000 тапқан бала, ол тауып тұр көп, результаты мықты оны. Ол миымен тапты. Күшпен емес, миымен тауып бір күннің ішінде жаңағы 10 рет жұмыс істегендей. Бірақ әкем үшін олай емес, өйткені мен бір реклама түседі, монтаж істеу керек, маған кімдер ағаларым звондайды, әбеке маған мынандай монтаж керек, мен саған видео жіберейін, рахметін беремін деген сияқты. Болды деп сөйтіп монтаж істеп отырсаң, папа келіп, сен таңнан бері жатсың осы жерде, компьютерден шықпайсың, телефондан шықпайсың дейді. Бірақ осы бір жылдықта, 1-2 жылдықта уже қойды, уже білет. Ақшаны қай жақтан келіп жатқанын түсінді. Келіп жатқанын білет, мен жақтан. Енді ертең бұйырса архитектура саласына келсем, ол кезде бір шамалы басқашалау барар, өйткені нағыз жұмыс істейді ғой оны, архитектура саласы. Ал блогерді ол қатты не істемеді. Серьез қабылдамайды. Жалпы сіздің блогерлігіңіз бұл хобби ма, жоқ әлде бала күнгі бір арманыңыздың көрінісі ма? Өйткені егер бұл сіздің арманыңыз болса, сіз архитектор емес, актерлыққа түсер едіңіз. Әлде қателесіп тұрмын ба? Мен негізі былай ғой, бір түні ойланып отырып, мен әлемге жақсылық берем деген қатты не болды менде. Андай настрой. Мен әлем өзгерткім келеді дегенше. Кино арқылы мысалға. Мен әлі визуализация істеймін отырып. Әлі режиссер жағынан көбінесе, актер емес, режиссер жағын жақсы көремін. Бірақ Джеки Чан ұқсап мүмкін. Ол режиссер, продюсер, спонсор өзі де, актер да өзі де, бүкіл өзі де. Менде де солай. Менде бүкіл видео жалғыз өзім түсіремін. Сценарий болсын, видео, монтажын, актер, звукопостановка, бәрі өзім. Ешқандай лишний адам жоқ. Дәл солай менде түсіріп, күнде визуализация жасаймын. Примерно Керуен Ситидің кинопаркінен шығып, барлығы жылап, мамалар, папаларына звондайтын неден жақсы көреміз. Сондай визуализация әлі миымда жүр. Мен жылап, ана пеш дейтін не бар ғой? Фильм. Соны біз Польшадан көргенбіз. Сол көрген кезде мен сондай эффект алдым. Анан қарағаннан кейін мамаға деген дінге деген 2 есе артты да менде, кәдімгідей. Махаббатыңыз. Уже звондағым келді, мама қалайсыздар деп ше, өйткені кейбір кезде ұмытып кетесіз. Бір апталап, 2 апталап жоқ болып кететін. Неге звондамайсың дейді, ұмытып кетемін. Ойламайсыз да тіпті. Ойыма да келмейді, мә үйге звондау керек еді дейді. 1-2 күн сайын келетін еді, 1-ші жыл түскенге. Қазір уже 2-ші, 3-ші жыл болып, 4, тек аптасына 1-2 рет. Сосын 2 аптада 1 рет, 1 айлап жоғалып кетті. Мама өзі звондап, сен бала қайда кетіп қалдың деп. Сөйтіп. Негізгі не сол ғой. Бұл сұраққа жауап, ол хобби емес, жұмыс емес, ол өмірлік миссия деп жатыр. Әлем өзгерту ғой. Осы видеоны қарап, әкесін 2 есе жақсы көріп бастаса, дінге деген құштарлығы артса, немесе мамасын 2 есе көп жақсы көріп үйге звондаса сол видеодан кейін. Өйткені сол жерде көрсетілген тәрбие, мысалы баласы үйіне ақша беріп жатыр дейтін, кіттай ақша болсын, көрсетем оны. Үйіне 1000 теңге әкелді, әкесінің қуанышын көрсетем. Ол адамға тоже солай көрінеді, мен әкемде қуанады, 1000 теңге болсын дейді. Ол 1000 теңге емес, ол 10 000 жібереді, одан кейін 50 000 жібереді дейтін. Олай сөйтіп істесе, онда менің миссиям орындалды дейтін сөз. Тек ақша ұрлай емес, ондай үйге.
жаңағы кішкентай інісіне уақыт бөлу. Үлкен ағалар көбінесе кішкентай інісіне көп уақыт бөлмейді. Далаға шығып кетеді, балаларына кетіп қалады. Кішкентай інілері не істегісі келеді, ойнағысы келеді, тыңдағысы келеді әңгімесін, сырласқысы келеді. Бірақ көбінесе жұмыс, қыдыру, анау енді өзі де жас болғасын, оған қатты уақыт бөлгісі келмейді ғой. Енді былай жақсы көреді, өзінің донор болу керек болса жүрегімді берем деген сияқты. Бірақ холодильниктегі сникерсін жеп қояды. Сондай не ғой ол. Негізі өмірлік миссия. Ал профессия ол архитектура саласы. Хобби бұл видео түсіру. Осы еще өмірлік. Жаңа сонымен қоса, мен шығармашылықпен қоса тағы 3-4 дүниені қатар алып жүрем дедіңіз. Иә, жігітке жету өнердің өзі аз дейді. Енді бұл жаңағы мамаңыздың кішкентай кезіңізде әр салаға беріп, сізді әр салада қызықтыра алған нәтижесі шығар, иә? Иә, өйткені кішкентай кезімнен бері есеп логикаға қатты не істегенмін, құштарлығым қатты болды. Ал творчествоға болса неге мен осы неше бір 12-13 жасымда ғана не істедім. Қызықтым. Сосын сол логика мен творчествоны бірге алып жүргім келді. Өйткені бір жағын алайын десем, екінші жағы жетпей тұрды маған. Өйткені мен қатты оқуға берілген кезде мен бір рет ұмытып кеткенмін TikTok пен Instagram'ды. Түсірмей кеттім дегенде, ұмытып уже сабаққа беріліп сөйтіп жүрген кезде, сол кезде қиын болған. Выгорание күнде, выгорание дейді. Құштарлық уже сөнеді, сабаққа да сөніп қалды. Одық жоқ, күні-түні сабақ. Андай бізде бірақ ондай қатты қиын сабақ емес. Бүйтіп істейіндер дейді. Бірақ кішкене қиналған соң творчествода керек екен деймін. Сөйтіп обратно видео түсіруге келген кезде комментарий оқып, жаным жылайды менің адамдар жазған кезде ше. Осы адам сияқты бір түсірмейді ешкім, анау дейді. Көбінесе мақтау сөздер жазып жүрді басында. Өйткені ол кезде TikTok-тың несі сол болды. TikTok-тың несінде адамға ғана жазу болды. Адамның хейтері жоқ, бұл адам андай мындай деген сияқты. Содан кейін барып, адам уже комментарийде ситуацияны бағалай бастады. Адамды емес, түсіріп жатқан адамды емес, ситуацияға кетті бір жақсы. Мысалы, әке мен баласының арасында диалог болса, ол әкесі мен баласының арасында диалогты ғана қозғайды комментарийде бір жақсы. Тек қана 100-дің біреуі ғана именно актер туралы, сол туралы айта салады. Болды. Все. Сіз онымен қоса сіз актерлыққа да оқыдыңыз, иә? Актерлыққа оқыдым. Актерлік мастерство дейтін. Бірақ ол 2018-де болған, 3 айлық курс. Ол курс жай ғана. Курс, 3 айлық курс болған. Бірақ ол мені көбінесе ашты. Актерлыққа үйреткенге деген не болмады, негізі актерлік құштарлығым ашылмады менің. Сізді адам ретінде ашты. Адам ретінде ашты. Интровертті сындырды. Мінезіңізді ашты. Мінезімді ашты. Өйткені мен бірінші күні келген кезде бүкіл балдар андайды, подвижный, гиперактивный, жүгіріп жүрді бәрі. Біреу ән айтады, біреу билейді, біреу бақырады, біреу шыңғырады, біреу екі аузына аряқты қылады естіп. Ана тексті оқиды. Пікта деп ана нелер не істейді, қызады. Сөйтіп, мен соның бәрін көремін, мен интроверт, мен отырмын. Мен новичокпын, ештеңе білмеймін. Сізді кім жіберді ол жаққа? Анаңыз? Иә. Мама жіберді. Жоқ, мама объявление көріп қалды. Сосын көресің бе деді. Давай көрейін деді. Сөйтіп, енді ол кезге ол қымбат болған айына 20 мың теңге. 2018-де бір үйірмеге 20 мың теңге беріп, мен ағылшынның өзі 8 мың теңге болады ол кезде. Ал 20 мың мама ойланып қалған. Бірақ, ладно, көрейік деген сияқты. Сөйтіп, ол бірақ екінші адамның рөлі. Второстепенный. Ал егер бірінші адамның рөлін ойнағыңыз келсе, главный, то 50 мың теңгеден төлейтін. Сонда андай гарант береді, фильм шығатынына, сериал шығатынына, соңында кім қанша төледі, сондай рөл береді. Сөйтіп, мен келген кезде нағыз қызу кез болған. Сол менің актерский состав мощный болған. Өте мықты мамандар болды. Осы ақтөбелік мамандар ма? Оқытқан? Негізі Нұрлан дейтін ағай болды. Сол бізге
мен білмеймін қай қаланың, Қостанай ма әлде ұмытып отырмын, бірақ олар командировка ретінде келетін, әрбір неге 3-4 айға кіріп кетеді, 3-4 ай бойы түсіреді и келесі қалаға кетеді, сөйтіп жүретін. Түсінікті. Сөйтіп бір күні сол келдім, сосын бір өте подвижный қыз болды, аты Сабина еді. Ол қызды көбісі танцующая девушка деп таниды, өйткені бір рет президентский паркте не болған, линейка болған, үстерінде не өлең айтылып жатқан кезде ол билеп тұрған, сахнаға шығып билеген. Ол жақта жаңағы бір звезда, бір жұлдыз адам ән айтып жатты. Шығуға болмайды ешкімге. Ана қыз шығып ортаға шықты да, баспалдаққа көтерілген жоқ, тек ортасына шықты да, жүретін жерге билеп тұрды. Охранниктер келіп, бәрі келіп, ана қыз тоқтатып, орнына апарып тастады да, директорге дейін ұрсып, заучына дейін ұрсып, не істеп отырсың деген сияқты. Бірақ оны көбісі не істеді? Қолдау көрсетті Инстаграмнан. Жоқ, оның несі, оның мейрамы сендердікі емес, билесін бәрін шығарсаң, билесін де тұр өйстіп, қақшиып күннің астында дейді. Сөйтіп, сол қыз айтатын, ты какой-то неразговорчивый, не переживай, Нұрлан аға тебя разговорить дейді да, сөйтіп кетіп қалады. Сол есімде қалып қойды менің. Сөйтіп, Нұрлан аға шығарып, сценаға шығып, ат жөніңді айт, қандай хоббиң бар, немен айналысасың, мықты жақтарың қандай, ән айту білесің бе, билеу білесің бе, төбелесу білесің бе деп, андай каскадер ретінде алайық деген сияқты сондай нелер айтқан ол. Сөйтіп, бір айдың ішінде барлығымен таныстым, бір айдан кейін свой болып кетіп, ана жерде ашылып, этюд, ненің әрбір сабақтың соңында этюд өткізетін. Сен ұлы боласың, сен черепаха боласың, андай ойындар өткізетін. Так, мен бір сөз айтам, сол бір сөзбен ойнату керек дейді. Мысалға, бір словосочетание береді, мысалы, пошел отсюда дейтін нені береді, и сцена басталады. Ана адам ойнатып, бірақ дым сөз айтпау керек, ойнатып тұру керек. Мүмкін ол қимылмен, көзбен. Қимылмен, көзбен, жүрген жүрісі, қимылы жынданып тұр ма, әлде жылап тұр ма, әлде көңіл түсіп тұр ма, соны көрсетіп, пошел отсюда дейтін сөзді айту кетіп қалу керек. Бір адамға шай қой, бір адам атын береді, Абай дей салады. И өйстіп ойнатып, қимылмен, эмоциямен Абай деу керек те, и кетіп қалу керек. Ол мүмкін маған ұрсып отыр деп Абай деп айта алады. Мүмкін ол маған вдохновлять етіп Абай деу мүмкін. Сондай тек қана бір сөз. Сөйтіп ойнататын. Андай идея көп келеді сосын. Сосын ана жерде енді барлығы ойнап отыр ғой. Соревнование же. Балаң несі ойнап тұрады ғой іштей. Әрқайсысына сөз береді, әрқайсысы күштірек шыққанын қалайды. И сөйтіп ашылып кетеді көбінесе балаларға. Балаларды ойын арқылы не істеу дейтін шын екен ол. Сол кездегі оқу қазіргі видеоларыңызға пайдасын тигізіп жатырған сияқты, өте қатты пайдасын тигізді. Өйткені біріншіден комплекс. Мен камерадан қатты қорқатын, сосын 14 жасыма дейін менде пушок болатын андай нелер. Мұртым детский усы дейді ғой, не дейді соны? Білмеймін неге, папа қырма, ертең одан сайын өседі деп қырғызған жоқ. Сосын мен андай сіз одан сайын ұяласыз одан, мен қатты ұялатын, сосын көп күлетінмін соң кезде мен. Фотоға түскен кезде қатты күлетін кәдімгі деп ше, мына ашылып тұрсын деп, өйткені көрінбей қалсын деген сияқты ше. Ана фотода мына жердің уже нелері көрінбей қалуы. Сосын өскен сайын уже көрініп жатыр, қанша күлмей көрініп тұрады. Бір күні папаға енді өтірік айтуға тура келді, мектеп айтты деп, ананы қыртса деп мектеп айтты деп, неге айтқан жоқ ешкім айтқан жоқ, ешкім шаруасы жоқ менің мұртымда. Папа қыру керек деп, папа тұрып, мектеп айтсаң да қыру керек. Өйткені ол совет үкіметінің адамы. Олар ондай да қатты айтты, мектеп айтты болды. Сосын анандай мұғалімдер қазір ата-анадан да қорқады дейтін не бар ғой. Мысалы, сен ата-анаң шақырамын десе қорқатын едік дейтін сияқты. Менің как раз ата-анам сондай болды. Мұғалімді қатты не істейді, қатты жақтайды.
мен емес мұғалім жақтайды. Мен проф болып тұрсам да все равно мұғалім жақтайды, өйткені ол үлкен. Ол ұстаз. Ол ұстаз, ол сені үйретеді, ол сен екінші анаң, әкең, ол сені үйретеді. Ол ұрысты ма, ол жаман болсын деп ұрыспайды. Сен шуладың, сен шуламайды, сабақ тыңдасын, ертең болашақта мынау керек болады деп саған ұрсады дейді. Сөйтіп әйтеуір, бірақ көп ұрыспаған маған апайлар, өте интроверт болғандықтан маған көп тиіспейтін. Мектепте тұйық бала болдым 9 классқа дейін. Сол блок бастағаннан кейін карантин басталып кетті ғой 2020-де. Қайтып келіп басқа абай келді да ол кезде. Кәдімгідей өзгерген, сөйлей алады, не істей алады. Бұрын қорқатын едім, бір қыздың қасына келіп тұрудың өзі бүйтіп дірілдеп тұратын едім. Сосын қастарынан шықпайын деп айтқым келген, ойланып қалдым. Бәрібір сізді көп адамның бақылайтыны, сізді көп адам танитыны, немесе өзіңіздің жасап отырған жұмысыңыздың өтіп жатқаны бір сенім береді, бәрібір де, қандай да бір мағынада. Енді қазір блогты жүргізгісі келеді екінің бірі. Өйткені оның ең соңғы финиші ақша табу. Сіз блогты монетизацияға қостыңыз ба? Яғни Инстаграм өзі ақша төлемейді ғой, реклама бар, тағы да сол сияқты. Монетизация қосылды, суши жейміз бартерге. Әрбір неге келіп, енді ол болу керек қой, монетизация дейтін, өйткені ол сенің еңбегің 5 жылдан бері істеген, ақша табу дейтін ол жақсы. Бірақ әртүрлі жол бар ақша табудың. Құмар ойын дейді ғой, соларды рекламировать етіп, нормаль ақша табу болады. Бірден көтеріп тастауға болады. Кейбірі бар, төзімділігі мақта, алмайды, немесе соңына дейін күтеді. Бірақ көбінесе ол блогты монетизацияға емес, көбінесе көп, мысалға предприниматель дейді ғой, кәсіпкер адамдар көбінесе өзінің продуктысын не істеуге, сату үшін не істейді. Ол да бір монетизация ғой, бірақ ол көбінесе реклама ретінде кетеді. Мысалға бір адам ағылшын мұғалімі дейік, оған керек. Оған Инстаграм не керек, өйткені ол көшеде бір офисін ашып қойып қойса, оған келу мүмкін клиент. Бірақ личный бренд дейтін болмағандықтан, оған көбісі бармайды, клиентура аз болады. Сол үшін Инстаграмнан жақсы түсіретін адамға олар барады. Өйткені доверие бар. Сосын одан кейін мен бір байқағаным, сіздің блогыңыз, жалпы сіздікіне ұқсас блогтарға бәлкім қателесу мүмкін. Егер қателессем айтыңыз. Былай айтқанда ақылды, пайдалы контент қой. Жаңағыдай қазіргі Инстаграм, тиктоктағыдай айқай-шу, неше түрлі переход, неше түрлі бір қымбат не емес, блог емес. Соған байланысты менше рекламаның бағасы өзгереді. Ол когда как, әрбір неден бірінші ол контентке байланысты. Соны айтамын. Адам қандай контент түсіреді, соған байланысты. Сізде тек қана бір статичный кадр? Жоқ, бір стильдегі ғана. Тек қана жаңағы әкемен бала, ағамен бала деген сияқты. Сіз басқа өзіңізді көрсету, қырыңызды ашу деген сияқты ешқандай басқа нелер жоқ екен. Неліктен қоспайсыз? Әлде сізге осылай бір жұмбақ адам болып қалған ұнайды ма? Негізі жұмбақ болған маған қатты ұнайды. Ұнайды ма? Сол үшін интроверт болып жүрмін. Өйткені қалай айтсам болады, оған дейін түсірдім мен. Мен қуған видеолар түсірдім оған дейін. Қатты кәдімгідей, ананы қарайсың. Жастар кринж дейді, кринж ұстайды андай. Ұяламын ананы көріп ше, кәдімгі іштей. Ананы удалить тастағым келеді. Бірақ білем, бұл история, бұл тарих мен үшін, бұл осылай бастадым. Мынаны көрді, қазіргі видеоң үшін шүкіршілік етті. Мен қазіргі видеоларына жыным келеді. Қазіргі түсірген видеоларым бар мысалға. Бірақ андай кадр онша емес сияқты балам. Туй музыкасы онша емес, туй мына жерде бүйтіп қалдым, мына жерде сөйтіп қалдым. Совершенство дейтін, қатты жоқ, не істегім келе береді, ұнамайды. Сөйтіп, бірақ басқаларын көрсем ұнайды. Күшті шыққан абай дейді, маған олай көрінбейді. Менде мына жер дұрыс емес, мына жерім дұрыс емес деп айтамын. Сөйтіп, ал қазір екеуін салыстырған кезде қазір енді жақсырақ болып келе жатыр, енді қатты не. Сіздің айтқан жаңа қалған басқа контент, басқа нишаға көшу дейтін болған. Ол лайв контент Европа туралы түсіру. Соған көшкім келген. Бастадыңыз.
Оны тек бірте жақында ғана бастағам. Оған дейін де түсіргем, жақсы просмотр жинағам, бірақ мен жалғастырмай қалдым, білмеймін не үшін. Өйткені бұл контент кәдімгі қатты ұнап қалды. Күнде түсіретінмін, күнде бір видеодан, 2 видеодан прямой эфирге 2 сағаттап, 3 сағаттап шығатын, кәдімгі күнде стабильно. Сол үшін көтеріп алдым ау деймін. Сол маған безуха қой депті. Жоқ, ол не будильник. Уақыт деген ба? Жоқ, баланы сабаққа баратын кезі. Кешірім өтінемін. Сосын менде де болады ондай. Мен жеті бала қалаймын өзім. Ого. Сондай бала туғысы келетін қыз табуды айтсаңызшы. Сол проблема дейді. Құдай қаласа табылды ғой. Сосын басқа контент қосу. Мен дауысыммен істегім келді. Диктор ретінде жақсы түсіріп жүрдім, жақсы видеолар шығып жүрді. Бірақ ол андай көрініп тұр да, диктор емес, бір жай ғана жас бала дауысында деп алып бірдеңе айтып тұрғаны көрініп тұр ана жерде. Сіз өзіңізге қатты не қоятын сияқтысыз? Иә, қатты не қоямын. Жоқ, неге мынау совершенный емес деген сияқты. Өйткені мен басқа дикторлардікін көремін, олардікі әдемі шығады. Бірақ мен олар диктор да, сол үшін әдемі шығады. Менікі тек не деген сияқты. Бірақ қанша түсірмейін, қыздарға деген мотивационный нелер жоқ екен, сосын соны ұстап алып түсіріп көріп едім, 2-3 атты білмеймін. Қазір ғана ойланып отырмын, неге жалғастырмадым соны деп. Жігіттерге деген монолог мотивация ретінде 1 минуттық андай сен ата-анаңа көмектеспесең ешкім көмектеспейді. Мысалға ата-анамды қара бет қылуға қорқамын дейтін көп звуктар бар. Неше бір 200 мыңдаған видеоға қолданылған звуктарым бар. Олар көп шықты. Бірақ уақыт өте келе шамалы ол түсті да, мына видеоға етіп қалған қатты не істеп сөйтіп. Қазір енді Operators of Потолок дейтін не болып тұр менде. 700 мыңның несінен аймағынан шығалмай отыр. 700 мыңның ненің? TikTok'та 700 мыңның оқырмандар. TikTok'та 700 мың оқырманыңыз бар ма? 723 мың ба сондай бар. Демек сіз бірінші TikTok'тан бастаған болып тұрсыз ғой, иә? Жоқ, Instagram'дан бастадым. Бірақ TikTok тезірек өсіп кетті ма сонда? TikTok тезірек өсіп кетті. Тура сол контент, ешқандай айырмашылық жоқ? Жоқ, басқа контент. TikTok'та басқа контент қостыңыз, иә? Instagram басқа контент болды. 2 жылдай. 2 жылдай Instagram'да қуғынбай контент болды. Дейді айтсақ болады. Сосын TikTok'та да басында соны түсіріп жүрдім. Сосын бір көргенім Жиза дейді, осылар өтетін. Соны түсіріп жүрдім, бірақ ол менікі емес дедім. Барлығы түсіреді. Бүкіл адам түсіреді ана затты. Мен не істегім келді. Мен андайды жақсы көремін. Ерекшеленгенді. Иә, өзіңіздің бір қолтаңбаңыз бар дүние болу керек. Иә, бәрі мынандай машина ма, жоқ, мен мынандай машина алғым келеді деген сияқты. Барлығында мынандай киім ба, мен былай киім келеді. Демек сізде Camry точно болмайды. Басқа машина боламын. Мүмкін болады, енді қаражат жағы ғой. Жоқ, барлық қазақ Camry айдайтын еді ғой. Мен де қазақпын. Басқа Camry айдаймын. Сіз өзгеше қазақ емессіз ба? Қой, жоқ. Қазақ дейтін атым болғанмен, қазақтығым кетпейді ешқаққа шынымен айтайын. Бірақ ол енді Camry деген не емес, енді әңгіме емес. Әзіл ғой. Жаңа бәрімен бірдей болмайын дегенге айтқаным ғой. Сондайым бар. Сол машинада сондай болды. Білмеймін, Camry бола ма, болмай ма, мүмкін болып қалар. Сөйтіп, осы контентті бастағам. Жаңағы контентті дұрыс түсіріп, беріліп түсірдім. Кәдімгідей бүкіл ойым сояқта болды. Мен таңертең тұрамын, болды. Бірінші ойым сол. Сценарий жазу керек. Тұрамын, Microsoft Word 2007 жылғы баяғы WordPad дейді, соған жаздым. Көбісі андай не істейтін. Көздері банк болатын, сен WordPadқа жазасың ба, не деп, андай серьезно, қатты серьезно кетіпсің ғой деген. Өйткені оған дейін жаңағы бірінші видеоларым WordPadпен емес, импровизациямен түсірілген. Камераны қойдым осылай. Ол кезде мен негізі блогымда Huawei дейтін немен бастаған. Телефон. P20 Lite. Қасқанаң звук қалып қояды, видео кете береді, звук қалып қояды, андай 1-2 секундқа задержкасы бар, кәдімгідей еще фронталка түсірем, фронталка вообще қуады.
сөйтіп вот мамама рахмет, айфон алып берді. Сол кезде ол блогыңызды қолдау үшін ба? мына айфон 11 Pro деген 2020-да алғам, октябрьде, әлі келе жатыр менде. Бәрі айтады, білде блогерсің, әлі 11-мен жүрсің бе деп. Бәрі ұрсады маған, азиш дұрысын деп. Сөйтіп осыны не істеп сатып алып, сол жаңағы нені түсіріп, бірақ импровизациямен түсіретін. Бірақ импровизациямен бір видеоны 3 сағат түсіремін. Дұрыс емес дедім. Не істеу керек? Сосын бір адам менде қалай киіну керек, қалай суретке түсу керек, ораторский нені ютубтан көп қарайтын. Сосын бір жаңағы ютуб блогер өзіңді қалай селфиға түсу керек дейтін нені түсіндіріп жатқан. Шамалы басыңды бүйтіп қоясың, техникаларын айтқан, қалай тұру керек. Егер сен брутальный көргің келсе былай, немесе андай слабак болғың келсе былай түсесің деген сияқты. Ботаник болғың келсе шамалы бүйтесің. Сөйтіп соның бәрін қарап жүрген кезде ол айтқан, мен күнім қалай өтеді дейтінді айтқан кезде ол сценарий туралы айтты. Есіме не істеді? Неге мен сценарий жазбаймын деген? Неге мен сценарий жазбаймын деген? Сөйтіп сценарий жазып бастаған кезде қатты не болды? Буст дейді ғой, қатты не берді, итерді кәдімгідей мені. Бір видеоның уақыты кәдімгідей қысқарылды. Өйткені 3 сағатта білейін, түсіремін дейтін уже ой жоқ. Және сапасы да дұрысталған шығар, иә? Бірге. Өйткені дым не жоқ, қандай форс-мажор дейтін жоқ. Өйткені план болса, жоспар болса, нақты. Ол кезде барлығы оңай өтеді. Енді сіздің қазіргі алғашқы ең басты жоспарыңыз қандай бүгінгі таңдағы? Бүгінгі таңдағы ма? Ол қандай неде, жалпы ма или как? Жалпы? Жаңа айттыңыз, отбасын құру. Отбасы құру. Әлде жұмыс табу, әлде блогыңыздан бір жаңа деңгейге шығу. Қазір міне алдымда тұрған, мен осыны жолға қойып алуым керек ең бірінші дейтін. Ол білмеймін, миыма это соңғы кезде көп ойлап жүрген. Танысу адамдармен. Ортаға ену, былай айтқанда, иә. Кәсіпкер ағалармен араласу, блогерлермен араласу. Мен мысалы коллаб дейтін зат бар ғой. Менде жоқ, әлі дұрыс болған жоқ менде коллаб дейтін зат. Бір-екі ғана коллаб көргенсізден. Ол сіздің ұсынысыңыз болды ма? Жоқ. Әлі де сізге де, ол да сізге. Реклама жағы. Кейбір кезінде бартер жағы. Сосын қазір енді сол көп танысу, адамдармен неде қалу. Өйткені бір кәсіпкер айтқан, мен контактімде 30 мың адам бар. Телефон 30 мың адам номері бар, білмеймін, қайсысын табасың деген сияқты. Сөйтіп қатты ойланып жүрмін соңғы кезде, адамдармен көп танысу дейтін мақсат. Өйткені бұрын мақсат қоятын, бұрын ең қатты мақсатым ол оқырман көтеру ғой. Күнде ұйқыдан тұрасың, оқырман көтеруге не керек, мынандай видео керек, мынандай істеу керек дегенде. Енді қазір ол да бар. Өйткені әрбір жігіттің алдында бір немесе четкий мақсат болады, немесе бірнешеу болады. Ол четкий мақсат тек қана бір сынақ келген кезде бір четкий бір нені алады. Бір ғана нені, мақсатты. Ал егер ол адам бір қалыпты болса, бірнеше мақсат болады. Көбінесе енді Алла тағала сынақ береді ғой. Сол менің ойымша ол сынақты сол үшін береді. Бір ғана неге фокус ұста деген сияқты. Вот осы жақта жақсы деген сияқты. Мысалы өзінің кәсібінде бір мәселе шығып қалса, проблема шығып қалса, соған қарай жүгіну. Ертең доход өседі деген сияқты намекпен ол бір кіріп кетеді. Бірақ оның мақсатында әлі көп. Оның мақсаты ол жаңағы үйіндегі отбасын асырау, жаңағы семейный проблема дейтін ғой, отбасылық не, мамасымен жаңағы келіншегі ұрсып қалған шығар, сондай ол ойда да қатты не істейді. Бір рет кімнен көргем, бір жігіт қатты уайымдаған сол үшін. Мен жай ғана ұрыс деп қабылдайтынмын, ал қазір енді уақыт өте келе жаңағы баланы естіп қараймын да, қатты уайымдағанына. Андай
мамасы мен келіншегі қосылып мені жамандасын дейді да. друг друга бір бірін жамандайды, мені жамандасын екеуі қосылып деген сияқты. Қатты не істеген кезде мен сол кезде түсіндім, еркек адамда бірнеше не екен деп, бірнеше мәселе, бірнеше мақсаты бар. Сол мақсаттардың бәрін бірте алады да. Сол мысалға адамдармен танысу, оған да қызық, ол жұмыс барысында жұмысына барады, адамдармен танысады. Ол жаңа жаңа жол, жаңа есіктер ашады. Одан кейін барып басқа да нелері бар, жаңағы әкесіне көмектесетіндер, одан кейін барып басқа да шаруалары бар деген сияқты. Ал егер тек қана мәселе неде болып қалса, мысалы жаңағы жұмыс жағында сынақ келсе, ол тек қана жұмыс жағына барады. Ол жаңағы көмектесу шаруаларын ысырып шамалы, солай деген сияқты. Бірақ именно денсаулыққа келсек, ол кезде уже бірақ проблема ғой. Тек қана бірақ мәселе шығады, денсаулықпен проблема болса. Сондықтан қазір жайбырақат кезде барынша бірнеше мақсатты қатарсап, сол жерде жұмыс істеу сіздің басты мақсатыңыз. Жаңа әңгіменің басынан бері сөзіңізде қарап жүрмін, сізде бір дисциплина, өзіңізге деген қатты жауапкершілік әрі ісіңізге мықты дамыған сияқты, Сізге ер адамдық қасиеттер былай жүзіңізде, нұрыңызда бір қаттылық көрінбесе де, іс-әрекетіңізден демек сізге бір мақсаттар қойылып тастаған. Іргетасынан бастап. Және қазір сонымен жұмыс жасап жатсыз. Жалпы мен осы уақытқа дейін подкаст жүргізбегенге дейін әртүрлі бір ойларым болатын. Осыны мені біреу қонаққа шақырса, менен біреу сұхбат алса, осыны айтар едім дейтін. Сізде де бар шығар ондай ой. Не айтқыңыз келеді әлемге? Ол болды, ол көп болды. Ең бірінші подкастым мен енді ол кезде подкаст енді шығып жатыр. Оған дейін подкаст дейтін зат болмаған, оған дейін интервью. Интервьюдің өзі анандай ыңғайсыз өтетін. Қазіргі подкасттар жақсырақ. Жайбырақат па? Жайбырақат. Тек қойып қоясың, наушнигіңді кидің да, ыдыс жуып отырып, тек тыңдап отырасың деген сияқты. Болған ол кезде орта дейтін подкаст шыққан. Орта деген. Орта. Иә. Ол жерде өте мен қарап жүрген кімдер болған адамдар. Блогерлер немесе сіз қызығатын. Мен қызығатын адамдар. Солар шығып, ол кезде мықты маркетингтің адамдары, мықты мамандары болды әрбір ненің. Шығады да, не істейді? Рухани жаңғыру, рухани әңгіме, дін туралы, жігіттің мақсаттары туралы, жауапкершілік туралы сөйлесетін. Соны тыңдап, андай не болып қалды? Мен де барғым келеді деген сияқты. Мен де барып айтқым келеді, мен де барып. Сол бүкіл осындай сөзді айтам, бүйтіп айтам деймін да, подкаст келген кезде ұмытып қаламын ғой. Мен күшті қылып бастап жатқанға қазір айтайын деп отырған шығар. Ол ішіне келеді ғой, бірақ айту керек болса. Әлемге айтар нем көп. Ең біріншісі ол жақсы адам болу. Қанша не істемесе де, ол енді көбінесе әлсіздік деп, не үшін әлемге жүргенде кейбір кезде әлсіздік деп көріп қалады жақсылықты. Сол үшін ойлаймын, көп кейбір адамдар қатты жақсылыққа бергісі келмейтін ше. Мен бірақ оған қарамастан жақсы болшы деп айтқым келеді. Ол как просьба болып кетеді, бірақ қанша жаңа әлем сені не істеп таптамаса да, не істемесе де, жақсы адам болып қалу деген сияқты ше. Мысалға пример көп. Жолдан ақша тауып алу, немесе машинамен өтіп бара жатып, бір машинаны сызып кеттің байқамай. Енді хозяин жоқ, қашып кетуге болады. Бірақ қалып, жаңа күтіп, немесе записка қалдырып кетіп, вот сондай жақсы адам болшы дегім келеді да, андай. Немесе бір аварийный ситуация болып жатып, машина өткізу керек болады, бүйтіп кіріп жатады, өткізші деген сияқты. Қарапайым нәрселерді жасаңыздаршы деп па? Содан басталады. Ол ертең айналып беріп бір үлкен неге келеді. Өйткені кіттай ғана итерген, мысалы, домино нелер бар ғой, қатар-қатармен тұрып құлайды ғой бәрі. Біреуін итер. Сондай эффект береді. Ол жақсылық қайтып келеді да. Өйткені жаман болу тиімдірек болған жерде жақсы адам болсаң, оның несі келеді. Және екі есе, үш есе жақсылығымен, гарантированно келеді. Мен соны түсіндім. Мен қанша не істеймін, гарантированно келеді екен.
бірақ кейбір кезде қаталдық дейтін шынымен болу керек. Негізі характер дейтін зат негізі мінез болу керек. Және ең бастысы осыларды орнымен қолдана алу керек. Қай жерде мінезді көрсету керек, қай жерде көрсетпеу керек деген сияқты. Және қай жерде өзің. Иә. Адаммен араласу, кез келген негізі. Білмеймін, бәлкім бұл менің қателігім болуы мүмкін. Бәлкім сіз бірінші рет шыққаннан кейін ашыла алмай отырған болуыңыз да мүмкін. Дегенмен сіздің ойыңыз жеткілікті болды деп ойлаймын көрерменге. Келгеніңізге, уақыт бөлгеніңізге көп рахмет. Блогыңыз дамый берсін. Осындай жақсы форматтағы блогтар көп болсын және әр адамға ой салатындай бір жақсы нәтижесі болсын деп тілеймін. Айтарыңыз бар ма, қосарыңыз? Көп. Не айтайын, сол жақсы адам болу болды. Әлемнен соны қалаймын деп. Жамандықтың жайылуы үшін жақсылықтың үндемегені жеткілікті дейді ғой. Жақсылықты көрсететін кезде үндемей қалмайық, бұғып қалмайық дегіңіз келеді ғой. Сол, иә. Ол мейлі отбасымызда болсын, басқа адамдармен болсын, жұмыста болсын, жалпы кез келген әлемде сен бар жерде жақсылық болу керек дегіңіз келеді. Рахмет. Сіздің айналаңызда да жақсылықтар көп болсын. Біз осымен подкастты аяқтаймыз. Абай Азбер парақшасына кіріп міндетті түрде видеоларын қарап көріңіздер. Содан кейін біз осы жерде не туралы әңгіме айтқанымызды түсінетін боласыздар. Біз сіздермен қоштасамыз. Амандықта жүздескенше.